Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде желтоқсанның 12-сі. Қазір енді біздер неге бара жатырмыз? Отан. Отан деген неге учебный центрге бара жатырмыз оқуға. Өткенде айтқан болатынмын. Не істедік деп. Өткенде айтқан болатынмын, менде В категориясы бар да, С категориясы жоқ деп. Сол енді С категориясын оқуға бара жатырмыз. Ақшасын төлеп кеттік, 20 мың теңге болып. Ақшасын Каспий арқылы төлеп, Каспий Голд арқылы төлеп. Енді сол қазір оқуға бара жатырмыз. Барып соқып кетіп, сұрап кетеміз. Негізі қазір сағат 9-дан 7 минут кетті. Негізі айтқанмын, 9-дан кете боламын деп. Енді жаша, оның үшін Жамбыл көшесінде. Айтқандай міне, көңіздерім аяз. Егерде менде фотограф болғанда мынаны бәрі ек бітетін болады. Фотограф лобового стекла қосып кеттік. Қазір енді соған бара жатырмыз. Күндеріңіз сәтті өтсін, керемет өтсін. Желдегілер ақ жол. Табыстарыңыз көп болсын, клиенттеріңіз көп болсын. Өте жақсы, керемет клиенттер көп болсын. Соңға келіп едік, медосмотр өтуге. Енді мына Юстар деген мына жерде тестирование өтетін жер ғой. Сол жерде медосмотр өтуге болады екен. Сол жерден бірден. Енді қазір сол жаққа бара жатырмыз. Сол жақтан как раз тестирование өтеміз. Жақсы болды. Өте ыңғайлы. Сосын даже деген практикамда сол жақтан өтуге болады дейді. Вингот арқылы дейді ме біздің қыздар. Бірақ көреміз енді. Сол жақтан тестирование өтіп, сол жақтан шаруаны бәрін реттесе тіпті жақсы болып кетер еді онда. Сосын мына жаққа келіп, соңға келіп, жаңағы пошлина төлеп праваға новый институтке. Новый оғанда новый емес, категория негізі ВЦ оқығанмын ғой мен. Сосын бір жоғарыдағы ағаларымыз, короче, 21-ден бастап сына аласың деген ВЦ оқып болған, бірақ енді оны бастан дейін десем, бұл 2015-те оқығанмын. Қазір енді 2022, 7 жыл өтіп кетті ғой негізі. Негізі 2 жылда болады дейді. Өзімнің қателігім, енді ол 2 жылда барып оқу алатын адамның ғой, қайттан өтіп. Ол кезде сон деген болмады ғой. Водительское удостоверение неден алатын едік қой. Ровден алдық біз, районный отдел внутренних дел. Қазір енді сол жаққа бара жатырмыз, Санкоеватыр 16Г дейді. Сол жерге барып тестирование өтіп, бұйырса сәттілік тілеп қойыңыздар. Көреміз енді қазір. Мүмкін аяқтан бәрін тестирование бәрін қол қойдырып алсақ, бумажка бар, соған қол қойып береді. То, что нормально өтті, право беруге болады деп. Сосын мына жаққа келеміз да, госпошлинаны төлейміз да, праваны жаңағы істеуге туралы. Істеу туралы соған. Міне. Оқытып жатыр уже. Практикада жүр. Бірақ мен жеңіл машина емес, газельмен істеймін. С категория өткенімде. Мынау В-ға ғой. Керемет. Мына категорияңызда былай алуға болмайды ғой, үшін негізі бар ғой, заңында бар ғой. Сен деген прицеппен келе жатқан жоқсың, олай алатын. Үйретпей көріп қой, былай негізі водительдерді. Түсінбеймін, осындай бар. Олай болмайды негізі, жеңіл машина тем более. Ладно, түсінер едім, фура болса. Өйтіп, не алады. Жеңіл машина олай болмайды, оған аварияның бәрі осыдан болады. Түсінбеймін, олай неге қалай үйретеді. Ертең ол адам қазірден бастап сол үйреніп кетті, ертең вообще ол деген байда лақтырады ол деген. Менікі прав деп. Жақсы. Адамдар өздері қарайды, бірақ мен өз ойым олай болмайды. Араларыңызда бар ма солай диагнал алатын адамдар? Мен де түсінемін, менде диагнал алатын кездерім болады, бірақ машина болмаған жағдайда ше. Бірақ мынадай трассада қате негізі олай диагнал алу. Мүмкін
білетіндері бірдеңе білгендері бар шығар мүмкін үйреткендеріне қарағанда. Мен өзім жаңа автоинструктор болсам оған категорически өте категорически несе болмайды олай деп түсіндірер едім. Өйтіп уыл алу деген болмайды, ол жеңіл машинаға. Мен түсінемін, егер газель бір ауыр машина болса, ауыр машина болғанда ұзындау бір машина болса. Баршаңызға кеш жарық. Бүгін бізде сағат 8:25. Қазір досымыздың үйіне бара жатырмыз. Ноутбукқа программа жазуға. Бүгінгі істелген шаруалар целый день неде болдық. Юстади деген мана учебный центрде болдық. Ол жақтан С категориясына экзамен тапсырдық. Оны мен құлақ қалдым. Құлақ қалғанды қалай? Тапсыра алмадым. 30-40 сұрақтан 19-ын дұрыс жауап бердім. Интернеттен қарап едім. Интернеттен оңайлары болды ма, білмеймін, әйтеу 32-35 солай істедім. Ана именно соңғы жақтарында нелер көбейіп кетті. Мысалы, кровотечение болған жағдайда қалай болады, немесе перелом нога, например, аяғы сынған уақытта не істеу керек, сондай сұрақтар болып кетті. Алғашқы көмек көрсетті ғой, первый медицинский помощь дедім енді, да. Енді бұйырса бүгін ертең дайындаламыз. Енді қазір приложениені жазып, компьютерге компостриді деген приложение жазып істегеннен кейін мүмкін сессияның бәрін аяқтап тастасам, курсовой жазып аяқтап тастасам тіпті керемет болатын еді. Сосын ертеңнен бастап, бүгін 12-сі, ертеңнен бастап асықпай бүгін түнімен қарап, тағы да онлайн негізі тесті бар дейді. 4.000 теңге ме, 3.000 теңге ме сатып алу болады дейді. Білмеймін енді. Мен оған жерде ағалар сатам дейді негізі, бірақ білмеймін, каким-то өзім еще мән берген жоқ. Өте алам ба, өтем болды. Кейбір нәрселерді қарау керек. Анда кездесетін сұрақтарды кәдімгі интернеттен қарау керек. Опа, күшік. Интернеттен қарау керек қазір, түнімен жатып алып. Қазір біз Заречный 3-ке бара жатырмыз досымызға, Ерболат деген досымызға. Сода интернет компостриді деген приложение жазып, бүгін түнімен сессияның барлығын аяқтап тастасақ, барлығын аяқтамасақ та хотя бы бір екеуін аяқтап, біреуін аяқтап қойсақ та оның өзі керемет жұмыс болар еді. Өйткені сызу менде мүлдем жоқтың сызуға. Бірінші сызуды өзім істедім, ода ерлен сызықта істеу керек, қолмен істедім. А екінші сызықта былай негізі ана приложение болса, программа болса, то есть оңай былай негізі. Мына газелеген ғот екен. Так, ешкім жоқ па? Бар екен. Тамеға справа ма? Кеттік, жолымыз болсын. Күндеріңіз сәтті етсін, ертең күніңіз сәттілік. Қазір сол досымызға